Мынау қыз әдем болып көрінуі мүмкін, бірақ ол күлсе, өз құрбандарын аямайды және құрбандардың аузын. Сосын сағат түнгі 1:00-ден кейін мына қызды сары көйлекте көрсең және ол күліп тұрғанын көрсең, өлесің. Түнгі 1:00-ден асып кетті. Бір қыз отырып өз пойызын күтіп отырады, бірақ оның ар жағында сары көйлектегі әйел тұр. Сосын қыз оған қарай қарап қалған кезде ол әйел жоқ болып кетеді және де ар жақта пайда болып оған қарап тұрады. Сол кезде оның телефонына мен саған қарап тұрмын деген хабарлама келеді. Ал қыз болса сен кімсің деп сұрайды. Сол уақытта әйел жоқ болып кетеді. Сосын ол әйел оның сол жағында пайда болады. Қыз болса сіз кімсіз, сізге көмектесе аламын ба деп одан сұрай бастайды. Сосын оған тағы мен сені көріп тұрмын деген хабарлама келеді. Сосын қыз бұл кім деп сұраған кезде мен сары көйлектегі әйел деп айтады. Сосын әйел қыздың жанында пайда болып қатты күле бастайды. Қыз әрең дегенде қашып бір жерге барайын деп жатқан кезде оның алдынан анау әйел қайттан пайда болады. Сосын қыз сізге не керек деп сұраған кезде әйел сол қызды көрсетеді. Сосын қыз айдалаға келіп, одан машиналар тұрған жерге қашып жылап жатады және жан-жағына қарап әлгі әйелді іздей бастайды. Бірақ ол жоқ. Сосын бірден оның артына пайда болып, оған шабуылдайды. Осымен бітеді. Және де бұл бөлімде бізге оқиғаның ең бірінші басталуын және құрбанын көрсетеді. Түнгі 1:00-ден асты. Және де бізге поездарды көрсетеді. Сосын киімдерін шешіп салған біреу кетіп бара жатқанын көреміз. Сосын лифттан бір қыз кетіп бара жатады. Сосын шығып подвалмен жүрген кезде әлгі сары көйлектегі әйел күліп оған қарап тұрады. Сосын әйел кетіп бара жатқан кезде оның телефонына хабарлама келеді. Сәлем деген. Сосын әйел бұл кім деп сұраған кезде ол белгісіз біреу мен саған қарап тұрмын деп айтады. Сосын әйел жан-жағына қарап оған әзілдеп тұр деп ойлап қалады. Сосын оның телефонына тағы да хабарлама келеді. Ол хабарламада саған менің сары көйлегім ұнап тұр ма деп сұрайды. Сосын әйел жан-жағына қарап әлгі сары көйлектегі әйелді көреді. Сосын одан мен номерім сенде қайдан бар деп сұраған кезде әйел біртүрлі қимылмен оған қарай күліп қимылдай бастайды. Ал әйел қашып кетеді. Көлікке келген кезде өз кілтін жерге түсіріп алады. Сосын ол кілт жоқ болып кетіп, оказывается, машинаның астында екен. Сол машинаның астынан алып жатқан кезде ар жағында әлгі әйелдің аяқтарын көреміз. Сосын ол тез кіріп көлігін оталдыра бастайды және есіктердің бәрін жауып тастайды. Сосын әлгі әйел артқы орындықта пайда болып, оның бетіне күлкі сыйлай бастайды. Сол уақытта мынау әйел де күліп тұрған әйелге айналып кетеді. Бұл бөлімде бізге күліп тұрған әйелдің қалай көбейетінін айтады және де ол адам емес бір қорқынышты елес екенін көреміз. Сағат түнгі 1:00-ден асты. Бұл әйел болса өзіне су құйып алды және де терезесіне қарап су ішіп жатады. Бірақ оған сары көйлек киген әйел күліп біртүрлі қарап тұрады. Сосын оның телефонына хабарлама келеді. Сәлем деген. Сосын бұл кім деп сұрайды. Сол уақытта әлгі сары көйлек киген әйел жоқ болып кетеді. Сосын әйел ұйқыға келіп өз очкиін шешіп ұйықтайын деп жатқан кезде ол сары көйлек киген әйелді көреді. Сосын очкиін киіп қайттан қараса ол жоқ. Сосын очкиін шешіп енді ұйықтайын деп жатқанда ол әйел қатты жақындап кетеді. Сосын жарықты қосып очкиін киіп жатады. Сосын бұл әйелдің телефонына хабарлама келеді. Мен сені көріп тұрмын деген. Сосын оның есігінің алдынан біреу жүгіріп өтеді. Ол шошып кетіп есікті жауып алады. Бірақ қараса есік ашылып тұр. Сосын ол солай қарап тұрған кезде сары көйлектегі әйел оған қарай жүгіреді. Ал әйел болса көрпешемен өз-өзін жауып алады. Сосын ол көрпешені шешіп қарап көреді. Ешкім жоқ. Сосын оның телефонына хабарлама келеді. Мен сенің көрпенің астындамын деген. Сосын ол көрпесінің астын ашып қалған кезде әлгі әйел оған шабуыл жасайды. Осымен бітеді. Осы бөлімнен біз күліп тұрған әйелдер сары көйлекпен көбейіп бара жатқанын көреміз. 4-ші бөлім. Сағат түнгі 1:00-ден асты. Ал мына әйел болса өз кофесін ішіп отырады. Бірақ бір кезде қақалып жөтеле бастайды. Сосын ол астмамен ауыратынын көреміз. Сосын ол өз құрылғысын қолданып артқа қарап жатқан кезде оның киімі жуып болғанын естиміз. Сосын ол әйел келіп өз киімін алып шығып жатады. Ал жерде сары көйлек. Әйел келіп өз киімін алып шығып жатады. Ал жерде сары көйлек тұр. Сосын сары көйлекті қоя тұрып өз телефонына хабарлама келген көреді. Ол жерде сәлем деген хабарлама тұр. Сосын ол көйлекті арттағы біреу алып кетеді. Ол әйел артқа бұрылса киімі жоқ және де қарап қалса оны 3-ші бөлімдегі әлгі әйел сап-сарғып киіп алыпты. Сосын әйел киімді қайтаршы деп уақытша бұрылып қалып еді, әлгі әйел жоқ болып кетті. Сосын әйел телефондағы хабарламаны тексерген кезде біреу оған сәлем деп жазып жатыр. Сосын бұл кім деп сұраған кезде саған менің сары көйлектегі киімім ұнады ма деп сұрайды. Сосын әйел мынаны көріп артқа бұрылып қалған кезде әлгі әйел пайда болады және оған күліп қарап тұрады. Ал біздің бас кейіпкеріміздің болса тыныс жетпей әлгі құрылғысын қолданады. Ал анау әйел болса тупой сияқты күліп оған қарап тұрады. Сосын ол осы жерден шыққысы келгенде есік жабылып қалған, шыға алмай тұрады.
Сосын әлгі әйел оған тағы да қарап тұрады, бірақ ол жолы құрылғысы сары көйлектегі әйелде. Сосын ол оны жерге лақтырып басып, оған біртүрлі қимылмен қозғала бастайды. Сосын ол әйел тығылып бір жерде тыныс алып жатқан кезде төбесінен қарап қалады, ал ол жерде әлгі әйел оған күліп тұрады. Сосын келесі күні тергеушілер келеді, және де ол қыз қалай өлді деп сұраған кезде астмадан өліп қалды дейді. Сосын оның денесін бірдемемен жауып жатады. Сол уақытта ол тірі екен. Сағат түнгі 1:00-ден асты, және де бізге моргты көрсетеді. Ол жерде алдың бөлімде өліп қалған қыз тұрады. Ал мынау әйел болса, бұл қыздың көйлегін кесіп тастағысы келеді. Бірақ сол уақытта оған хабарлама келеді. Ол хабарламаны көріп, хабарламада "Саған менің сары көйлегім ұнады ма?" деп жазады. Сосын ол бұрылып қалған кезде әлгі әйел бетін жауып тастаған. Сосын оның көрпемен ашып қалған кезде ол жоқ болып кетеді. Ал сары көйлектегі әйел болса, оның артында пайда болып, оны өлтіреді. Сосын бізге бір әйелді көрсетеді. Ол әйел өз жұмысын жасап жатады, бірақ біртүрлі бірдеңелер байқай бастайды. Сосын ар жақтан сары көйлектегі бір әйелді көре бастайды. Сосын оның телефонына хабарлама келеді. Ол хабарламалар да алдыңғыдай. Сары көйлек ұнады ма деп сұрайды. Сосын әлгі әйел оның дәл алдында күліп пайда болады. Сосын ол әйел жоқ болып кетіп, мынау жұмыскеріміз қараңғы жерге қарай бара бастайды. Және "Кім бар, тез шық" деп ұрсады. Сосын ол кетіп бара жатқан кезде есік жабылып қалады. Ал мынау әйел болса паникада. Сосын ол сары көйлектегі әйел оған қарап күліп біртүрлі қимылмен келе бастайды. Сосын ол әйел жоқ болып кетіп, есік ашылады. Сосын бұл әйел шығып бара жатқан кезде оны өлтіріп кетеді. Сосын мына жұмыскер әйеліміз де күліп тұрған әйелге айналып кетеді. Осымен бітеді. 6-шы бөлімге кеттік. Сағат түнгі 1:00-ден асты, және мынау больница. Бұл больницада бір әйел жатады, және де оның жанында сары көйлектегі әйел пайда болады. Сосын жоқ болып кетіп, терезенің ар жағында оған күліп қарап тұрады. Ал әйел болса, оған сәлем көрсетеді. Сосын оның телефонына хабарлама келе бастайды. "Сәлем" деген. Сосын "Бұл кім?" деп сұраған кезде, "Мен сары көйлектегі әйел" дейді. Сосын оған сары көйлектегі әйел есіктен қарап тұрады. Сосын ол есікке қарап қалған кезде, әйел оның дәл жанында пайда болады. Сосын ол паникада дәрігерлерді көмекке шақыра бастайды. Сосын оның жанына дәрігер пайда болып, "Не болды?" деп сұрайды. "Менің дәл жанымда әлгі сары көйлектегі әйел пайда болды" деп айтып жатады. Бірақ дәрігер сен қорқынышты түс көрдің деп оған ұйықтататын дәрі сеуіп жібереді. Сосын ол ұйықтап бара жатқан кезде әлгі сары көйлектегі әйелді көре бастайды. Сосын саған не керек деп жылап айтып жатқан кезде әйел ол қызды саусақпен көрсетеді. Сосын ол әйел оған біртүрлі қимылмен келе бастайды. Сосын жоқ болып кетеді. Оның дәл жанына пайда болып, оны өлтіреді. Сосын дәрігер не болып жатқанын тексеруге келген кезде есік жабылып, оның артынан әлгі ауырып жатқан әйел сары көйлекте пайда болады, және күліп оны өлтіріп тастайды. Осымен бітеді. Сізге бірінші бөлім қорқынышты болды ма, әлде қай бөлім қорқынышты болды? Комментке жазып кетіңіз.